Сәлем, бүгін біз ЭКГ жайлы толық талқылайтын боламыз. Жалпы ЭКГ ең арзан әдістердің бірі, жүректің жұмысын бағалау үшін, патологияларды анықтау үшін қолданылатын ең арзан, ең жылдам әдістердің бірі болып табылады. ЭКГ-ні талдау бұл тек қана дәрігер емес, сонымен қатар базалық білімді медбикелер де білу керек, және қарапайым адамдар да білу керек. Қандай жағдай болмасын, ЭКГ-нің ең кем дегенде базасын, оның нормасын айыра білу керек, және де оның қалай қойылу керектігін. ЭКГ бұл жүректің өткіздік жүйесіне баға беретін, яғни жүректің биопотенциалын қағазға электрокардиограммаға түсіріп, қағаз бетіне шығарып береді. Сол арқылы жүректің, яғни өткізгіштік жүйесін біз баға бере аламыз. Ең алдымен ЭКГ-ні бастамас бұрын жүрек жоспарына келіп өтейік. Жүректің қызметі, ЭКГ қою алгоритмі, ЭКГ-дағы тәсжелер. Жүрек бұл кеуде қуысында орналасқан 4 камерасы бар, оң және сол жүрекше, оң және сол қарыншасы бар. Және 3 қабаттан тұрады. Эндокард ішкі қабаты, миокард бұл шығытты қабаты және сыртқы эпикард. Эпикардтың сыртын перикард, яғни үлпершек қаптап тұрады. Жүректің негізгі және басты қызметі бұл қанды бүкіл организмге айнау, яғни ағзаны қанмен қамтамасыз ету болып табылады. Жүректе және де 4 клапаны бар, ол митральный, яғни 2 жармалы клапан, кейін трикуспидальный 3 жармалы клапан, қазір митральный клапан, трикуспидальный клапан, аортальный клапан ал мынау өкпе сабауы, яғни өкпелік клапан болып табылады, өкпе сабауының клапаны болып табылады. Жүректің жұмысы ол автоматизмді түрде жұмыс жасайды, яғни ешқандай бағынбайды, адамның өзіне бағынбайды, яғни біз жүректі сен жұмыс істе, былай жұмыс істе деп айта алмаймыз. Және де ол вегетативтік жүйке жүйесі арқылы автоматты түрде жұмыс жасайды. Автоматты дегеніміз бірі басталса тоқтамай адамның өмірінің соңына дейін жұмыс жасап тұрады. Жүректің автоматизмі, яғни жүректің өткізгіштік жүйесіне байланысты. Жүректің өткізгіштік жүйесі синартралды түйіннен басталады. Синартралды түйіннен. Ол верхняя полая венадан төменгі жағында орналасқан, яғни оң жақ жүрекшенің қабырғасында, сол аралықта орналасқан, яғни кейін жүрекше. Синартральный түйін өзінің тармақтарын береді. Үшеу ол межпредсердный, яғни жүрекше аралық, және межузловой проводящий тракт, яғни межпредсердный ол Бахман, ал узловой проводящий өткізуші жолдары ол Бахман, Венкебаха, Тарелли, яғни Бахманның 2 ветвь бар, яғни тармағы, ол межпредсердный, яғни жүрекше аралық, және де межузловой деп бөлінеді. Синартральды түйін өзінің импульсын артриовентрикулярлы түйінге жібереді. Артриовентрикулярлы түйін өзді импульс ол 2 нелерде орналасқан, межпредсердный перегородкада орналасқан. Ол импульсты пучок Гисаға береді. Потом пучок Гиса өзінің тармақтарын бөлінеді. Ол аяқтарын дейміз. Правая ножка пучок Гиса и левая ножка пучок Гиса. Левая сол жағында, яғни артында болады және алдында болады. Не себепті ода артында және алдында болады? Өйткені сол жақ қарыншаның қысымы, жұмыс жасауы көп болғандықтан ол жерде давление көп, және бүкіл организмге аортальна қысып, аортаға қан жіберу үшін ол көп импульсты қажет етеді. Мынау оларды пейсмейкер жасушалары деп атаймыз. Пейсмейкер жасушалары, деп атаймыз, яғни Бахмана, Венкебаха, Тарелли, яғни олар иннервация беру үшін иннервация береді. Мынау пучок Гиса, яғни
кішкентай нелерді волокна Пуркине деп аталады. Яғни импульс жүректің өткізгіш жүйесі синаторальды түйіннен басталады. Ол импульсті пейсмейкер жасушалары арқылы антивентрикулярлық узел түйінге жібереді. Антивентрикулярлық түйін болса, оны пучок гиса болса оң және сол аяқшалары арқылы импульсті ары қарай жібереді. Содан кейін Пуркине таяқшалары арқылы, Пуркине талшықтары арқылы бүкіл жүректің бүкіл жерін қамтамасыз иннервациямен, импульспен қамтамасыз етеді. Яғни жүректің жұмыс жасауы осылай. Келесі енді ЭКГ-дағы тіс жүйелерге келетін болсақ, жаңағы айтып өткен синаторальды түйін, яғни импульс синаторальды түйіннің жұмысын біз П тіс жүйесі арқылы көре аламыз. Яғни синаторальды түйін импульс жіберген кезде бірінші ол оң жақ жүрекшеге импульс жібереді. Соның себепті синаторальды түйіннің жартысы оң жақ жүрекшенің жұмыс, жартысы сол жақ жүрекшенің жұмысын көрсетіп тұр. Содан кейін импульс кетті, синаторальды түйіннен антивентрикулярлық түйінге дейінгі аралықта кішкене уақыт демалады. Ол кезде бізде PQ интервалы болады. PQ интервалы 0,20 секунд 12 секунд аралығын құрайды. 0,12 секунд аралығын құрайды. Содан кейін импульс кетті. Яғни сол синаторальды түйіннен антивентрикулярлық түйінге дейін. Ал антивентрикулярлық түйін, синаторальды түйіннен антивентрикулярлыққа келді. Антивентрикулярлық түйін ол бізде QRS комплексін көрсетеді. QRS. Now P, Q, R, S. Яғни QRS қарыншалардың жұмысын бағалайды. Кейін антивентрикулярлық түйіннен пучок кейін импульс жіберілгеннен кейін уже демалу болады. Деполяризация. Реполяризация керісінше кешіресіз. Бұны Т тіс жүйесі көрінеді ЭКГ-да. Яғни П тіс жүйесі бұл жүрекшелердің қызметін баға берсе, QRS комплексі дейміз, ол қарыншаның қызметіне баға береді. Ал Т уже ол реполяризация, қарыншалардың босаңсуы. ЭКГ-да біздің көретін 5 тісіміз, сонымен P, Q, R, S, T. Кейбір жағдайда U тісі болуы мүмкін, бірақ U тісі толық зерттелмеген, оның клиникада ешқандай маңызы жоқ. ЭКГ-да мән беретін жағдай оның секундтары. Яғни П тіс жүйесінің ұзақтығы 0,12 секунд, PQ интервал деп айтамыз PQ-ді. Оныңқы 0,12-0,20 секунд, QRS комплексі 0,7-0,1 секунд аралығын құрайды. Және де S сегменті болатын болса, ол 0,1 аралықты құрайды. S сегмент. Яғни бізде комплекс бар, сегмент бар, интервал бар. Келесі. ЭКГ-да жаңағы айтқандарымыз импульс жіберілді. Синаторальды түйіннен антивентрикулярлыға барды, антивентрикулярлы и қарыншаларға келді. Осыны PQRS-та, яғни синаторальды импульстың жіберілуін осы көрініп тұр ЭКГ-да. Мұнда жазылған орысшасы, яғни зубецпа возбуждение предсердия, яғни қарыншалардың жүрекшелердің жұмыс қозуы, PQ интервал, прохождение импульса через антивентрикулярный узел, QRS, возбуждение желудочка, деполяризация, зубецы, реполяризация желудочка.
тағы айтып кететін жағдай, мында П, Р, Т жоғарыға қарап тұр. Сол себепті де олар положительный, оң мәнді көрсетеді. Ал Q мен S төменге қарап тұр. Олар теріс, отрицательный болып табылады. Келесі. Ал енді EKG-ні қою алгоритмі қалай дұрыс қою керек? Егер де EKG-ні дұрыс қоймайтын болсақ, біздің снимок дұрыс шықпайды. Немесе мүлде көрсетпеуі мүмкін. EKG-ні қойған кезде науқас жатуы керек арқасына. Аяқ қолдарының ашамыз, яғни қысып тұрған киімдерін нелер болмау керек, кеудесін ашамыз. EKG-ні электродтар арқылы қоямыз, электродтары болады. Электродтар мен дененің арасында физиологиялық раствор немесе ылғалды дымқыл матта, ватный диск қоюға болады. Яғни терін мен электродтың арасында ылғал болып тұруы керек. Сонымен мында қазір мынау кеудеге қоятын электродтар, ал мынау төртеуі қолдыңға қоятын электродтар. Яғни қызыл электрод оң қолға, сары электрод сол қолға, жасыл электрод сол аяққа, қара оң аяққа. Red это right, left это сары и жасыл аяққа. Жасыл и қара оң аяққа. Немесе красный, желтый, зеленый, черный. Каждая женщина злее черта, немесе цветофор, яғни цветофордың қызыл түсі, сары түсі, жасыл түсі и светофордың өзі қара түсі деп жаттап алуға болады. Кеудеге қойылатын электродтар, қолға қойылатын электродтар 4, ал кеудеге қоятын электродтардың саны 6. Олардың кеудеге қоятын электродтардың астында сандары болады, немесе түстері болады, яғни әртүрлі түстерінен қойылады. Кеудеге қоятын электродтарды жаңағы айтқан сияқты бұларды кеудені сулап, дымқылдап алу керек. Егер де науқастың терісінде, яғни кеудесінде жүн қалың тіктері болатын болса, кедергі келтіретін заттар болатын болса, ол жерді алып тастау керек, немесе жақсылап дымқылдап алу керек. Біріншілік кеуделік электрод С1. Ол төстің оң жағына 4-ші қабырға аралыққа қойылады. Келесі екінші соған қарама қарсы төстің сол жағына 4-ші қабырға аралыққа қойылады, төстің маңына. Оңай тұрып, біз бірінші 4-ті қойып аламыз, чтоб оңай болу үшін. 4, яғни бұғананың орта сызығы немесе емізікшенің асты 5-ші қабырға аралыққа қоямыз. 3-ті 2 мен 4-тің арасына қоямыз. 5-ті бұғананың қолтықтың алдыңғы сызығы 5-ші қабырға аралық, 6-шы болса қолтықтың ортаңғы сызығы 5-ші қабырға аралыққа қойылады. EKG-нің түсіру жылдамдығы негізінен 50 мм секунд немесе 25 мм секундта жылдамдықта түсіріледі. Қазір көбінесе 50 мм секунд жылдамдықпен түсіріледі. Бұны білудің маңызы, яғни есептеу үшін жүректің электрлік осін ЧСС-ті анықтау үшін қанша жылдамдықпен түсіру керек екендігі білу керек. Бұл келесі тақырыптарды талқылайтын боламыз. Келесі бұл Эйнховен үшбұрышы. Яғни жаңағы кеуделік электродтар дедік, отведение бар. Бізде 3 стандартты отведение бар. 1, 2, 3 стандартты отведение. Кейін АВР, АВФ, АВЛ. Бұл күшейтілген, усиленное отведение. Және де В1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ол кеуделік отведениялар бар. АВР және АВЛ бірінші отведение. Ол оң және сол жақ
көрсетеді, яғни жүректің ортасына негізделген, яғни оң қолдан сол қолға бағытталған отведение бұл жүректің ортасына баға береді. Үшінші отведение болатын болса, сол қолдан сол аяққа бағытталған AVR, мына жер AVR болатын болса, мына жер AVL, AVF. Мында көрсетілген AVR, AVL, AVF. Яғни R это right, left и foot F. Так, AVL және AVF сол қол сол жаққа бағытталады. AVR және AVF ол оң қол және оң аяқ. Ал V1, V2 жүректің оң жағына баға береді, V3, V4 жүректің ортасына, V5, V6 жүректің сол жағын жақсы қарайды. Сол жерлеріне баға береді. Жалпы ЭКГ туралы қысқаша анықтама осы. Келесі сабақтарда жүректің өткізгіштік жүйесінің толық физиологиясын талқылайтын боламыз, және де ЭКГ-ні қалай дұрыс оқу керек екендігі жайлы талқылайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Каналды қолдап тіркеліп лайк басып кетіңіздер.